Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте қытырлақ болып, лой-слой болып шығатын дәмді ерекше самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұнымыз қажет, електен өткізілген, үстіне тұз қосамыз және бөлме температурасында тұрған суымызды қосып, бешбармаққа илеген сияқты қамырымызды кішкене қаттылау қылып илеп аламыз. Бұл жерде суды қосқаннан кейін сіздерге су жеткіліксіз сияқты болып көрінеді, бірақ олай емес. Суды басқа қоспаймыз. Және осындай бұдан да қаттылау қылып илесеңіздер жақсы болады. Осылай бешбармақтың нанына илеген сияқты қамырымызды қаттылап илеп 20 минутқа тындырып қоямыз. Осы жерде мен анашыма жайып беруін сұрадым. Сол себепті анашымның қолдары. Қамырымызды осылай екіге бөліп алдық, жаюға ыңғайлы болуы үшін. Сосын ары қарай осылай бешбармақтың наны секілді үлкен тонкий қылып жайып аламыз. Ортасына сары майымызды ерітіп, осылай жағып аламыз да оқтауымызға қамырымызды осылай дәл видеодағыдай орайсыздар. Содан кейін пышақпен осылай ортасынан кесіп, жан-жағын алып, оқтауымызды алып тастаймыз. Осылай екіге бүктейміз қамырымызды және осылайынан әдемілеп төртбұрыштап кесіп аламыз. Енді ыдысыңызға немесе тақтайға өзіңізге ыңғайлы болатын кез келген ыдысқа осылай тізіп, ортасына бір-біріне жабыспайтындай қағазымызды төсеп, холодильникке бір түнге немесе бірнеше сағатқа қойып қоясыз. Ортасына жаққан сары майымыз толығымен суып қатуы қажет. Енді салмасын дайындап аламыз. Менде самсамның салмасы тауық төсетінен болады. Сол себепті тауық төсетін майдалап тураймыз. Екі картошкамызды әдемілеп майдалап кішкентай кубиктарға турап салып аламыз. Неғұрлым майда болса, солғұрлым жегенге приятно болады. Пиязымызды да майдалап тураймыз. Өз қалауларыңызша тауықпен емес, фаршпен, басқа еттермен де жасасаңыз болады. Енді оливковый май қостым. Сіздер кез келген сұйық май қоссаңыздар болады. Тұзымызды, бұрышымызды және де зира қосамын. Сұйық майды начинкаңыз сочный болуы үшін, ішінде сухой болып қалмас үшін қосамыз. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Енді холодильникте бір күн немесе бірнеше сағат тұрған толығымен суыған қамырымызды аламыз. Аздап қана ұнымызды себеміз, қамырымызды жаямыз. Бірақ мүлдем ұн сеппесеңіз де қамырыңыз оқтауға жабыспайтын болады. 5 мм, 4 мм болатындай қамырымызды осылай төртбұрышты етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей осындай қалыңдықта болуы қажет. Енді ортасына салмамызды саламыз. Сөйтіп манты сияқты төрт жағын бір-біріне жабыстырып, мантыны қалай жасайсыздар солайынан. Көрдіңіздер ғой толщинасы қандай қалың болуы қажет, өйткені ол жерде слойларымыз бар. Осылай мантыны түйген секілді төрт жағын бір-біріне жабыстырып, мына ашық тұрған жақтарын бір-біріне жабыстырып аламыз. Сөйтіп осы жабыстырған жағын астына қаратамыз. Алдын ала духовкаңызды 180 градусқа қыздырып, тізетін противеніңізді пергамент төсеп дайындап алыңыз. Екі жағын осылай қайырып алдым. Сонда әдемірек болады. Міне осылай төртбұрышты әдемі самсаларымыз пісуге дайын. Дәл солай басқа да қамырларымызды жайып, салмаларын салып, манты секілді түйіп, төртбұрышты қылып, түйген жағымызды астына қаратып, алдын ала пергамент төсеп дайындап алған противенге самсаларымызды тіземіз. Осы бір раскладкадан 20-25 штук самса шығады. Мен 10 штукты ғана пісіремін, қалғанын осылай ыдыстарға салып, тоңазытқышқа қатыруға қойып қоямын. Қалғаны заготовка ретінде тоңазытқышта тұрады. Кез келген уақытта самса жегіңіз келіп кеткен кезде тез пісіре саласыз. Немесе қонақ келіп қалған кезде қатқан күйінде тез бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, күнжіт сеуіп 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыз. Міне қараңыздар, шыне деген қытырлақ болып шығатын, әдемі, қонақтарыңыз шок болатын самсаңыз дайын. Міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін, себебі сізге де отбасыңызға да қонақтарыңызға да сөзсіз ұнайды деп сенімдімін. Видео ұнаған болса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.